Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді кеспе жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі жарты шай кесе, яғни жарты пиала су, 2 жұмыртқа, 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырып, қажетінше ұн салып, қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырды илеп 15-20 минутқа қалдырып, сосынан илесеңіз, қамырымыз бірігіп, жақсы иленетін болады. Қамырымызды қаттылау етіп, әбден иі қанғанша жақсылап илеп аламыз. Бетін жауып, кем дегенде 1 сағатқа қалдырамыз. Уақыт өткен соң қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Және де қамырымызды осылай сүлгінің немесе матаның үстіне жайып кебуін күтеміз. Қатты кеуіп, сақырлап кебуі қажет емес, кішкене кебіңкіресе жетеді. Осылай барлығын өзіңізге ыңғайластырып кесіп шығып, кеспемізді кесеп дайындаймыз. Міне қыздар, кеспеміз дайын. Сіздерге аздап болсын көмегі тисе қуаныштымын. Астарыңыз дәмді болсын.